Бір үлкен патшаның баласы болмапты. Патшайым екеуінің арманы перзент сүю екен. Ғаламат зор елге билігін жүргізіп отырған адамның ақылы да көл-көсір болатыны белгілі. Патша бұл жағдайға бола іштей уайымдағанымен, ел жұртына сыр білдірмей, қашанда кішіпейіл, мейірімді қалпынан жаңылмайды екен. Бірақ патшайым заты әйел болғаннан кейін бе, осалдық танытып, Құдайға жалбарынып, күні-түні бала сұрай береді екен. Ақыры бір күні патша түс көреді. Түсіне ақсақалды әулие кіріп аян береді. «Балам», дейді шал патшаға, «жұбайың екеуін бір перзентке зар едіңдер. Бұл кемдік Құдайдың сендерге жіберген сынағы еді. Сен шыдамдылық танытқанмен, патшайым күні-түні жалбарынып, перзент сұрап жылап жүр. Сондықтан періштелер әумендеп Алланың рақымшылығы түсіп, сендер қызды болатын болдыңдар. Бірақ сынақтың аты сынақ, оны ешкім жоя алмайды. Дүниеге келетін қыздың бойына ауыр сырқат бітеді. Сол дерттен тіпті межелі уақытынан бұрын қайтыс болып кетуі де мүмкін. Сондықтан абай болыңдар. Балалар, дертін дендетіп алмаңдар», дейді. Таңертең оянған патша, «Апырмай, бұл не деген таңғажайып түседі», деп таңғалады. Патшайымға айтып, екеуі бір қуанады, бір мұңаяды. Дегенмен басқа салғанды көрмек болып шешеді. Расымен де, сол сәттен 9 ай 9 күн өткенде, патшайым дүниеге қол аяғы балғадай, періштедей сүйкімді нәрестені алып келді. Қыз баланың тәбеті өте жақсы, ешбір сырқат белгілері білінбейді. Оны көрген патша мен патшайымның патшалықтағы бүкіл халықтың қуаныштарында шек жоқ. Себебі ел жұрты патшаны және оның отбасын өте қатты жақсы көретін. Себебі патша әділ және халықтың қамын ойлайтын мейірімді, жомарт жан еді. Осындай бақытты шаттықта күн артынан күн, жыл артынан жыл өтіп жатты. Патшаның қызы да өсіп, балдырғаннан бүлдіршінге, артынан жеткіншекке айналды. Және ай десе аузы, күн десе көзі бар, мінсіз сұлу болып өсті. Патша кейде қызына мейірлене көз тастап отырып, баяғыда көрген түсін есіне алатын. Кемеңгер билеуші ол түстің жай нәрсе емес екенін білетін, бірақ қызының бойынан тырнақтай ақау таба алмай дал болатын. Қыдыр әулие айтқан қандай дерт ол? Міне, қызының жасы биыл 13-ке толады. Дені қарны сау, жайналып өсіп келеді. Қанша кемеңгер дана болса да, патша бір нәрсені байқай алмаған еді. Ол қызының бойынан тек тән дертін іздейтін, денсаулығына ғана алаңдайтын. Қызының маңына емші балгерлерді жинап, тамырын ұстатып, бойындағы бар өзгерісті үнемі қадағалап отыратын. Бірақ ол бір нәрсені көңілден де, көзден де қағыс қалдырған еді. Ол нәрсе, қағыс қалған зат, қызының жан дүниесі болатын. Патша қызы ерекше қызғаншақ, көрсе қызар болып өсті. Бірақ дүние мен ішім-жемнен таршылық жоқ патша отбасында оның бұл мінезі тіпті байқалмайды десе де болады. Себебі ол қалаған көйлегіне, асыл әшекей мүлігіне сол сәтте иелік ететін. Содан кейін өзіне төмен сатыдағы күтушілерін, малайларын, сарай маңындағы дәрігерлер мен қызметшілерін жаны бар, өзі тәрізді адам деп қабылдамайтын. Олардың тітіркеніне жиреніп, барынша аз қарым-қатынас құруға тырысатын. Бақытсыздыққа қарай бұл мінезі ешкімге оғаш көрінбеді. Себебі ол патша қыз емес пе? Әу бастан жаратылысы бөлек, санаты биік. Тырнақтай болып, іріп басталған дімтәстік ұлғая келе бәрібір сыртқа атылады. Бұнда да дәл сондай жағдай. Бір күні патша сарайында жан түршіктірер бір оқиға орын алды. Патшаның қызына ән үйрететін кемпір бірде сабаққа алтын білезік тағып келді. Әлде бір көз көріп, ел естімеген асыл тастармен тұтас безендірілген қызылды жасылды алтын білезік патша қызына сондай қатты ұнап қалды. Білезіктен шынымен жан жағынан нұр тарап, айналаны ерекше сәулендіреді екен. «Мұғалима, білезігіңіз не еткен әдемеді? Тағып көруге бола ма?» деп сұрайды. Ән өнерінің шебері, ұлы ұстаз Кейуана ойында еш нәрсе жоқ. Білезігін шешіп, патша қызына ұстатты.
Патша қызы білезікті тағып көріп, әрі-бері айналдырып, әбден қызығады. Басында қызыққанымды байқаса, өзі сыйлай салар деп дәмеленген еді. Бірақ кемпір білезіктің шешкісінен қалған жалғыз көз екенін, және оның сиқырлы екенін, егер басқа жанның иелігіне өтсе, оған бақытсыздық әкелетінін айтып түсіндіреді. Кемпірдің білезікті бермейтінін ұққан қыз шыңғырып жібереді. Жүрегі әлем топырақ улы кек толып, жер тепкілейді. Тұрған жерінде көкпеңбек болып талып қалады. Сабақ бөлмесіне келген күзетшілерге кемпірдің өзін өлтірмек болғанын айтады. Бұл уақиғаны естіген халық жағасын ұстап аһ ұрады. Патша мен патшайым қапыда келген қастықтан аман қалған қыздарын құшақтап, Құдайға мыңда бір тәуба айтады. Және сол күні-ақ кеш батпай, ән сабағының шебері ұлы ұстаздың басы шабылады. Ал алтын білезікті патшаның қызы иеленіп шыға келеді. Осы оқиғадан соң көп ұзамай патша қызының әлдебір белгісіз дерттен көз жұмғанын әңгімелеп жату артық болар. Көрсе қызарлығы мен менмендігі кішкентай арудың түбіне жетіп тынды. Патша мен патшайым көп жылады. Ақыры күндердің бір күні өз-өздеріне келіп, тағдырдың ауыр сынағына төзімділік танытты. Елдеріне әрі қарай адал қызмет етті. Дегенмен олар ару қыздарының қандай дерттен құрбан болғанын ақыры түсіне алмады.